Сәлем, қазақша сөйлейтін әлем. Бүгінгі видеомызда эссе жазу туралы әңгіме айтатын боламыз. Және эссенің тақырыбы жақсы ұстаз деген кім? Алдымен осы эссенің толық нұсқасын оқып берейін. 287 сөзден тұрады. Содан кейін осы эссе қалай жазылды талдап көрсетсем, мүмкін пайдалырақ болады. Осы эссені үлгі етіп алып қарап, кез келген тақырыпты, бұл бір шаблон сияқты нәрсе болады. Соған салып ары қарай эссе жазуға болады. Жақсы ұстаз деген кім? Қазақшада мұғалім және ұстаз деген екі сөз бар. Мұғалім білім беру, оқу ағарту, бала тәрбиесімен айналысатын мамандық атауы. Ұстаз бала оқытумен ғана шектелмейтін мағынасы кең ұғым. Ұстаз өмірде қажетіңе жарайтын білім түрлерін үйрететін адам. Бір станок жүргізу, тамақ жасау, телефон жөндеу, техника тілін үйрену секілді өмір сүруіңе қажет нәрсенің бәрі білім. Жақсы ұстаз өмірде қажетіңе жарайтын әртүрлі білім үйретумен қатар дұрыс өмір сүрудің жолында көрсетеді. Ендеше жақсы мұғалімді ұстаз деп айта аламыз. Бұлай айтуымызға бірінші себеп бүгінгі білім беру жүйесінде мұғалім мен оқушының рөлі жаңадан белгіленді. Мұғалім білімді алып оқушыға айтып беруші ғана емес, баланың өзі білім ала алатындай етіп бағыттаушы. Білім алуда бала әрекетсіз тек бақылаушы емес, белсенді білімді өзі қолданушы. Қазіргі заманда ақпарат, мәлімет, деректі кім қажетіне көбірек жарата алса, білім сонда. Бүгін кімде білімді қолдану қабілеті бар болса, сол жақсы өмір сүреді, табысты болады. Сондықтан білімге қол жеткізу қабілетін дамыту қазіргі білім берудің басты мақсатына айналып отыр. Балаға білімге қол жеткізіп, оны өмірінде қолдана білуге үйрету жақсы мұғалімнің ғана қолынан келеді. Мысалы, өте күшті камерасы бар телефон алу жаңа технологияға қол жеткізгенді білдірмейді. Технологияның жаңалықтарын меңгеру дегеніміз технология жетістіктерін өмір тәжірибеде қолдану дегенді білдіреді. Жаңа технологияны қолдануды өзі білетін және тәжірибеде қолданатын мұғалім ғана үйрете алады. Екіншіден, жақсы мұғалім жақсы тәрбие береді. Жақсы тәрбие жақсы адамгершілік қасиеттерді бойға сіңіру және дұрыс өмір сүруді үйрену арқылы болады. Тәрбиесімен айналысатын адам ең алдымен өзі тәрбиелі болуы керек. Бала үлгі алатын адамды қадірлейді, сыйлайды. Үлгі өнеге көрсете алмайтын адам дұрыс өмір сүрудің жолын да көрсете алмайды. Қорыта келе, жақсы мұғалім білім негіздерін оқытумен қатар заманның жаңа технологиясын қолдануды үйретеді. Жақсы мұғалім дұрыс өмір сүрудің жолын да көрсетеді. Адамгершілік қасиеттерді бала жақсы мұғалімнен көріп үйренеді. Демек, жақсы мұғалім үздік ұстаз деуге әбден лайық. Сіз ойланып көрдіңіз ба, неге эссе жаздырады? Жақсы ұстаз деген тақырыпта роман жаз, немесе әңгіме жаз дегенді өте аз кездестіреміз. Ең бірінші себебі Марк Твен өзінің хатын осылай бастады деген мынандай бір сөз. Мен қысқа жазу үшін көп уақытым жоқ деп бастаған екен хатын. Бұл жерден көретініміздей, қысқа жазу деген өте үлкен шеберлікті және білімді қажет ететін нәрсе. Жақсы ұстаз деген кім деген эссе үлгісін талдап көрейікші, осы эссе қалай жазылады деген мәселе бойынша. Бірінші, жақсы ұстаз деген кім деген эссенің тақырыбын қойдық. Осы тақырып бойынша жазатынымыз жақсы ұстаз деген қандай ұстазға біз жақсы ұстаз дегенді айтқалы отырмыз ғой. Осы эссенің тезисі мынау болады ғой. Жақсы ұстаз өмірде қажетіңе жарайтын білім үйрететін және дұрыс өмір жолын үйрететін адамды мен жақсы ұстаз деп айтамын деген ойды дәлелдеп жазайын деп отырмын. Бірінші не екен? Өмірде қажетіңе жарайтын білімді үйретеді, және екінші қалай дұрыс өмір сүруді үйрететін адамды ұстаз деймін деп айтып отырмын. Осыны мен дәлелдеймін. Ал оның алдындағы жазылған сөз, мен жақсы ұстаз дегенді анықтама беріп кетемін. Жақсы ұстаз дегенді кімді айтқалы отырмын? Екі сөзбен дәлелдеп отыр. Бір мұғалім деген бар, және ұстаз деген бар. Мұғалім мамандық болса, ұстаз деген мамандықтан да үлкен нәрсе. Екі сөз мұғалім және ұстазға осы эссемде мен қандай мағына жүктеймін, соны айтындағы жақсы ұстаз өмірде қажетіңе жарайтын әртүрлі білім үйретумен қатар дұрыс өмір сүрудің жолын үйретеді деген осыны мен енді эссемде дәлелдеуім керек. Бірінші менің себебім мынау болды. Қазіргі білім берудің бұрынғы білім беруден айырмашылығын да айтып кетті. Бұрын дәстүрлі оқыту кезінде қандай еді? Мұғалімдер 45 минут сабақ өтетін еді. Бірінші түсіндіретін еді сабақты, жаңа сабақ, өткен сабақтарды қайталап. Қазір мысалы төңкерілген сабақ деген бар. Ол кезде оқушылар алдын ала дайындалып келеді, жаңа білімді
алуға дайындалып келеді деген сияқты әдістер бар ғой. Міне осы жерде мен осы бір абзацта жаңа мұғалімге берілетін жаңа талаптар, мұғалім мен оқушыға берілген жаңадан берілген сипат және білімді қалай беру керек деген сияқты бірталай мәселені осы абзацта айтып кеттім. Қысқа ғана. Жақсы ұстазға ұсынатын аргументім, жақсы мұғалім тек қана білім беріп қана қоймай, тәрбие береді. Өзі тәрбиелі болған адамды ғана мойындайды. Өзі білімді болған адамды ғана мойындайды, бала. Қорытындыда өстейік, бүйтейік деп ұрандатып кетеді. Олай етудің керегі жоқ. Қорытынды деген нәрсе осы эссеңде 287 эссе жаздым ғой, сөзден тұратын. Осы 287 сөзден тұратын эссемде не жазсам, соны қорыта. Анау басындағы тезиске байланысты жақсы ұстаз өмірде қажетіңе жарайтын әртүрлі білім үйрететінмен қатар дұрыс өмір сүрудің жолын да көрсетеді деген нәрсе ғой. Енді осы сөйлеммен қорытындың тікелей байланысты болу керек. Қайтадан жазасың ғой. Перифраз деген нәрсені менің видеом бар, содан қарауыңызға болады. Басқа сөздермен, өз сөзіңмен қорытындап кетесің. Яғни бұл жерде біреудің цитата, басқа мынау 287 сөздің ішінде болмаған сөздер нәрсе жазбайсың. Тек осы 287 сөз жазған сөзіңді қайтадан басқа сөздермен айтасың. Мысалы, қорытындыда мен былай деп жаздым ғой. Қорыта келе, жақсы мұғалім білім негіздерін оқытумен қатар заманның жаңа технологиясын қолдануды үйретеді. Дегенім ол бірінші абзацтың қорытындысы бұл. Яғни білім береді, технологияны өзі білу керек, балаларға сосын үйрету керек, жаңа технологиямен, жаңа әдіспен үйрету керек дегеннің қорытындысын ғана жаздым. Екінші сөйлем, жақсы мұғалім дұрыс өмір сүрудің жолын көрсетеді дедік қой. Бұның барлығы жаңа жақсы басында жазған адамгершілік қасиеттерді бала жақсы мұғалімнен көріп үйренеді. Демек, жақсы мұғалім үздік ұстаз деуге әбден лайық. Қорытынды деген осы бағанадан бері жазғанымыз. Жақсы мұғалім кім? Жақсы мұғалім білім береді, әртүрлі білім. Жақсы мұғалім тәрбие береді дедік. Жақсы мұғалім өзі үлгі өнеге көрсетеді. Осының бәрін өзі меңгерген болу керек, құр сөз болмау керек деген сөздің қорытындысы жақсы мұғалім үздік ұстаз деуге әбден лайық. Эссе жазу туралы кеңестерімді айтқан бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып, Ес-сөз каналыма жазылып кетсеңіз, қандай видеоны көргеніңіз өзіңіздің есіңізде қалатын болады.